Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің эфирда аты қандай еді? Так, Севрюкова. Мел Севрюкова. И Туркестан классик. Мен мелді просто так хрустить етемін, ал Туркестан классикті суға салып қойғым келіп жатыр. Пока мен хрустить еткенше, ол біраз өзінің бойына сіңіріп суда тұрса екен дедім. Тағы да айта кететін жайт достар, мен глинаға и мелға уже заказ беріп қойдым. Именно мен глиналардың өзім жақсы көретін түрімді алмасам, шынымды айтсам, мен басқа түрлерін жей алмайды екенмін. Олар просто менде тұр. Даже эфирға көбісі түскен де жоқ, потому что мен олармен түсе алмаймын. Получается, мен заказ бердім. Туркестан плитки, Туркестан коричневый, Туркестан сливки. Да, Туркестан плитки, коричневый, сливки и розовая узбечка. Так, 5 килограммнан, по-моему, заказ бердім. И 10 түрлі мел, разница жоқ, главное, мен алмаған мелдар болсын дедім. Солардан 10 түрлісін заказ бердім. Менде даже мелдар алдыңғы жолы мен көп заказ бердім, даже көбісі түскен де жоқ ол видеоға. Бірінші мен Туркестан классикті суға салып қойғым деп жатыр. Көктемнің қар еріп, бірінші жаңбыр түседі ғой, сол кезде иіс шығады ғой даладан. Ой, прям вообще супер. Ал мелді хрустить етеміз.
мен қалағандай дәм болды. Сухой, өте напудренный, аттың иісі шығады, дәмі шығады. Өзім глина жеуге асықтым негізі. Просто бұларды түсіру керек қой. Сол үшін. Какой-то необычный бірдеңе жегім келді, осындай. Көңілімнен шықты. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.